сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Осы оқиғаларды назарларыңызға ұсынбас бұрын бейнеміздің астындағы бір лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Баласын емізген елес. Барлығымыз қуанышты оқиға күтіп тұрған шақта отбасымызға қайғы келді. Әпкем баласын туып дүниеден озды. Күтпеген бөліну бізді селт еткізді. Бұл ажырасу әсіресе тұңғышын күтіп отырған жездеме қиын болды. Қасиетті ырым-жырымдардан кейін де жездем баласына қарамады. Сүйіктісінің өліміне осы сәби себепкер болғандай немқұрайлы қарады. Менің немеремде не айып, деп түсіндірді анам. Бұл тағдыр қызымның маңдайына жазылған соң бас июден басқа амалымыз жоқ. Бірақ ешқандай жұбаныш жездеме әсер етпеді. Соның салдарынан анам Асылбекті үйге әкеліп, қызымнан қалған Асылбегім деп қарай бастады. Түнде Асылбек тынымсыз жылап шығатын еді. Менің анам да ауыр еді. Бір күні анамды аяп бөлмеге кірдім. Біраз тынығып алың, тез ауырып қаласыз, деп көзі жұмылған анамның қасына отырдым. Жатың, анашым. Білмеймін, бала да анасынан айрылғанын түсінсе керек. Тоқсаусыз жылайды, деп анам көз жасын сүртті. Оған да оңай емес. Есейгенде оны дүниеге әкеліп жатқанда анасының бұл дүниеден кеткені маңдайына жазылады. Анам балаға аяушылықпен қарап, ақырын еңкейді. Асылбек кенет үнсіз қалды. Орнымнан тұрып, оның төсегіне жақындадым. Сәби төбеге қарап жататын еді. Күтпеген жерден жарқ етіп сөніп қалды. Сәби әлі ұйықтамағандықтан шырақ жағып қойдым. Бөлменің шетінде жатқан анам шаршағандықтан ұйықтап қалды. Кенет есік ашылып, шамды жел сөндіріп тастады. Біртүрлі, түсініксіз, қорқыныш бүкіл денемді шарпыды. Мен бөлменің бұрышына барып, көзімді жұмып алдым. Осы кезде әлдебір елес пайда болғандай болды. Мен қорқып, көзімді аша алмадым. Алдымдағы көрпешені алып, үстіме жаптым. Неге екені белгісіз. Сәби тыныш болып қалған еді. Бір жағынан жиенімен бірдеңе болады деген хадис те бар болды. Мен бұл күйде ұзақ тұра алмадым. Бөлмеде не болып жатқанын білуге деген ұмтылыс қорқыныштан басым болды. Көрпешенің бір жағын жайлап ашып, сәби жатқан жаққа қарадым. Бір әйелдің Асылбекті құшағына емізіп жатқанын өз көзіммен көрдім. Мен көрпешені тағы да үстіме тарттым. Қанша уақыт өткен есімде жоқ. Мен өзімді ұстадым да бөлмені қарап шықтым. Әйелдің елесі есікке қарай ақырын келе жатты. Әйел сыртқа шығып, бара жатқан есікті жауып еді, бірден шырқ жанды. Түнде болған оқиғадан қорыққан едім. Анам оянғанда бөлменің бір бұрышында отырғанымды көріп таң қалды. Амансың ба, Наргиза? Деді ол маған қарап. Менің түсім қалмады, қызым. Не болды? Сосын менің жауабымды күтпестен қобалжып орнынан тұрып, Асылбектің төсегіне жақындады. Сәбидің ұйықтап қалғанын көріп, жайбарақат тартып, маған қайта бұрылды. Сен бірдеңеден қорыққан сияқтысың, деді анам қасыма отырды. Асылбекті ұйықтап қалыпты. Басқа күндер таңға дейін демалмайтын. Түнгі құбылыс ерекше, өте қорқынышты болғанымен, бұл туралы анама айтпадым. Күндіз күш-қуат таба білдім. Енді қорқыныштың орнына қызығушылық пайда болды. Түнде жиеніме кім келе жатқанын білу сезімі бәрінен де асып түскендей болды. Анашым, бүгін түнде Асылбекке өзім қараймын. Жақсы ұйықтаңыз, көптен бері демалмадыңыз. Немерем көп ұйықтамайды, шаршайсың қызым, деді анам. Мүмкін біз кезектесіп қалармыз. Керек емес, анашым, деп тыныштандырдым. Қаласаңыз бөлмеңізге ұйықтаңыз. Егер керек болсаңыз, мен сізді айтамын. Сіз келесі бөлмедесіз ғой. Я, жақсы, енді ұйықтап қалма, деп ескертті анам. Бала көп жыласа да жақсы емес, шаршайды. Анам сол күні бөлмесіне барып төсекке жатты. Қорқыныш күндіз сейілгенімен түн мені тағы да толқыта бастады. Асылбек төсегінде ілулі тұрған сылдырмақпен ойнап отырды. Ұзақ күттім. Өткен күндегі елестің ізі жоқ. Ұйқы басым болып көзім жұмылды.
Түн ортасында есік жабылған кезде оянып кеттім. Елес кетіп бара жатқан еді. Орнымнан тұрып Асылбектің төсегіне жақындадым. Бала әлі де оянып жатыпты. Оның көздері бір нәрсеге ризашылықпен жарқырап тұрды. Алдағы күндері де жиеніме мен қарайтын едім. Онымен бірге бөлмеде түнейтін болдым. Әрдайым ұйықтап қалатынмын. Түнгі елесті тек қана кетіп бара жатқанда ғана көретінмін. Ал менің қызығушылығым одан сайын арта түсті. Түнде жиенімді бақылаған әйелдің кім екенін білгім келгені сонша, бірақ бірдеңе біреуді айтуыма кедергі болатын еді. Сол күні ұйықтамаймын деп шештім. Күте бастадым. Таңда жақын ұйқы басым болды. Мен әлдебір елестен ояндым. Әйелдің есікті жауып кетіп бара жатқанын байқадым. Өзімнен күш тауып, орнымнан тұрып, есікті ашып, аулаға қарадым. Әйелдің елесі бақшаның етегіндегі тоғайға қарай кетіп бара жатыр еді. Мен бояу подъезге шықтым. Әлдебір күш мені жігерлендіре бастады. Мен подъезден түсейін деп жатқанымда әйел тоқтады. Мен де подъездің шетінде тұрдым. Әйел ақырын бұрылып, ешкім білмеуі керек дегендей сұқ саусағымен ерніне басты. Сонда ғана әйелдің түрін көрдім. Түнде жиеніме келген адам менің әпкем болатын. Бұл оқиғаға көп уақыт болды. Асылбек есейе бастағанда, дәлірек айтсақ, ас ішуді үйренгенде апамның рухы келмей қалды. Әпкемнің түнде баласын емізуге келетінін сонда ғана түсіндім.